Сәлем достар, бауырсақ жоғары немесе бірінші сортты бидай ұнынан пісірілетін тағам. Бауырсақтың түрлері көп. Оны ашытып та, ашытпай да, көлемін әртүрлі етіп пісіре береді және әр аспаздың өз құпиясы бар. Бауырсақ ашытылған қамырдан және тұщы қамырдан еленіп жасалады. Ал қазақ халқында еленіп пісіру жағы ұқсас болғанымен, пішіні мен үлкендігіне байланысты бауырсақтың бірнеше атауы бар екен. Ши бауырсақ еленген ұнға жұмыртқа жарып құйып, сүтке немесе сорпаға еленеді. Ақ бауырсақ ақ ұнға ерітілген сарымай қосылып еленеді. Үлкендігі орташалау, қатты қызартпай сәл ақшылдау болып піседі. Шай бауырсақ айран мен сүтке еленіп, кішкентай қиықша түрінде кесіледі, табаға қуырылады. Ашыған бауырсақ еленген ұнға жұмыртқа мен ашытқы езілген су қосылып, жұмсақ болып еленеді. Көтерілу барысында 2-3 рет жылы сумен басып отырады. Бармақ бауырсақ елену ши бауырсақ секілді, тек одан сәл жуанырақ. Жалпақ бауырсақ еленуі шай бауырсақ секілді, пішіні кішігірім қалаш секілді. Дөңгелек, ортасы пышақпен кесіледі. Жол бауырсақ жұмыртқа мен май қосып, жұмсақ иілеп, ұзыншалап үзіп қуырады. Ләйлек қаймағы алынбаған сүтке жұмсақ етіп еленіп табаға қуырылады. Шелпек шикі сүтке еленеді. Жұқа жайылып қазанда қызып тұрған майға салып, бірден аударып, қатырып жібермей алынады. Қабыршақ шелпек май құйып еленген қамырды жайып, арасына жұмсартылған сарымай кезектерін салып, бірнеше қабатта қайта жаяды. Кәудірлетіп қуырады. Май шелпек сары майға еленіп, қалыңдау етіп жайылады. Қазандағы майды қатты қыздырмай қуырады. Қиықша жұмыртқаға ғана еленіп, қиықшалап кеседі. Қатты қызған майға бір салып алады. Қошқар мүйіз жұмыртқа, сарымай, жарты шай қасық содасына 3-4 тамшы сірке суын тамызып, құмшекер қосып еленген қамырды жіңішкелеп есіп, бір жағынан ширатып, 2-3 қосқанда ерек пішіндегі бауырсақты қазандағы қызған майға салып пісіреді. Сәлде илеген қамырды жіңішкелеп тіліп, дөңгелекте шумақта майға кәудірлік етіп қуырады. Дастарханға әкелерде үстіне көкнәр себіліп, жеміс шырыны құйылады. Мінекей бауырсақтың түрлері осындай екен. Өздеріңіз байқаған боларсыздар, кейбір біздің басқа елдерден үйреніп жүрген шак-шак, кітірлек сияқты екен. Өзге елден үйрендік демей-ақ, бұрыннан бері өз халқымыз пісіріп жүрген ұлттық тағамымыз екенінде дау жоқ. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар каналы. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар.